Танымал әнші жайлы жылдан мәлімдеме. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе арнамызға жазылып лайк басып ұмытпаңыз. Көкшетауда із-түзсіз жоғалған 33 жастағы әйелдің денесі табылды. Ақмола облысы полиция департаменті баспасөз қызметі мәліметінше жоғалған әйелдің денесін табу дерегі бойынша қылмыстық кодекстің 99 бап 1 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары қолға алынды. Күдікті анықталып ұсталды. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді. Қайрат Нұртасқа қатысты сот ісі не болды? Қайрат Айдарбековқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс апелляциялық тәртіппен қаралды. Бұған дейін әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соттың қаулысымен Қайрат Нұртас ұзақ бұзақылық жасаған үшін 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алынған болатын. Бірінші сатыдағы сот Қайрат Нұртастың ұшақтың ішінде жанжалдасу кезінде азаматтың быға қол жұмсап, оның денсаулығына жеңіл зиян келтіріп, төбелес кезінде балағат сөздер айтқанын анықтады. Құқық бұзушының адвокаты қаулымен келіспей 434 баптың 2 бөлігі бойынша шағымданып, құрамның болмауына байланысты соттан іс жүргізуді тоқтатуды сұрады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.